Темір тапшылықты анемия ол ағзадағы өте үлкен проблема. Біз темір тапшылығын анемия немесе қан аздық деп айтуға үйреніп қалғанбыз. Сізде жалпы әлсіздік болуы мүмкін, бұлшықеттердегі әлсіздік болуы мүмкін, аяқ қолдардың тоңуы болуы мүмкін, қатты ентігумен көрініс табуы мүмкін. Бисмиллах, армысыздар, құрметті оқырмандар. Мен доктор Айда Мұхтарова, жалпы тәжірибелік дәрігер, превентивті доктор, эксперт по питанию, диетолог. Бүгін сіздермен темір тапшылықты анемия тақырыбында көп пайдалы ақпараттар беруге тырысамын. Жалпы темір тапшылықты анемия ол ағзадағы өте үлкен проблема. Темір эритроциттердің және гемоглобиннің құрамына кіреді. Ол жасушаға оттегін тасымалдайды. Және темір бауыр қызметінің детоксикациясына, биохимиялық процестеріне қатысады. Біз темір тапшылығын анемия немесе қан аздық деп айтуға үйреніп қалғанбыз. Бұл расымен солай, бірақ анемияны анықтағанда ол тек сол моментте анемия пайда болды деген сөз емес. Өйткені жай емханаларда темір тапшылықты анемияны тек қана жалпы қан талдауымен ғана қарайды. Яғни сіздегі эритроциттердің, гемоглобиннің және түстік көрсеткіштердің деңгейіне байланысты ғана анықтайды. Ал жасырын анемия кезінде бұл көрсеткіштер қалыпты болуы мүмкін. Хотя ағзада қаншама уақыттан бері қатты өзгерістер болып жатуы мүмкін, анализ көрсеткіштеріндегі өзгерістер өкінішке орай кеш пайда болады. Латентті анемия кезінде спецификалық емес көріністер пайда болады. Мысалы, сізде жалпы әлсіздік болуы мүмкін, бұлшықеттердегі әлсіздік болуы мүмкін, аяқ қолдардың тоңуы болуы мүмкін, бледность, бозарып кетуіңіз мүмкін, көздің астындағы көгерулер болуы мүмкін, бас ауруы, немесе құлақтағы шыңыл, есте сақтаудың төмендеуі, және де обморок, немесе жай ғана жүктеме кезінде қатты ентігумен көрініс табуы мүмкін. Минералдар біздің ағзамызда түзілмейді өкінішке орай, сондықтан ол тамақ арқылы түсуі керек. Эритроциттер күнде пайда болады және ол күнде өліп отырады. Темір әрқашанда бізде күнделікті біздің өмір сүру барысымызда қанша биохимиялық процестер жүретіндіктен темір күнделікті жұмсалып отырады. Темір жетіспеушілігінің себептері ол тамақ арқылы аз түсуі. Яғни көбінесе вегетарианствомен жүретін адамдарда болады. Ас қорыту жүйесінде проблемалар, яғни тамақтың дұрыс сіңбеуінің әсерінен болуы мүмкін. Қан жоғалту, мысалы жиі көп келетін етеккір, немесе геморрой, немесе қызыл иектің көп қан ауының әсерінен болуы мүмкін. Және паразиттер, басқа да патогенді микрофлоралардың әсерінен болады. Қандай көрсеткіштер арқылы біз жасырын темір тапшылықты анемияны анықтаймыз? Әрине біз оны комплекс анықтаймыз, бөлек-бөлек анықтамаймыз. Одан кейін гемоглобиннің орташа концентрациясына қараймыз. Келесі эритроциттердің орташа көрсеткішіне қараймыз. Осы көрсеткіштердің төмендеуі ол темір тапшылықты анемияның бар екенін көрсетеді. Бұл жалпы қан талдауы бойынша. Енді бізде ферритин деген ақуыз бар. Ол ағзадағы темірдің қоры болып табылады. Ферритиннің 20-дан төмен болуы сізде нақты темір тапшылықты анемия бар екенін анықтайды. Идеалды жағдайда ферритин мөлшері сіздің салмағыңызбен тең-бе-тең болуы керек. Бірақ әйелдерде 100-ден, ал еркектерде 120-дан көп болмауы керек. Ферритиннің жоғарғы болуы ағзада қандай да бір өте серьезный қабыну процесінің бар екенін көрсетеді. Өйткені ферритин қосымша қабыну ақуызы болып табылады. Егер жасырын анемияға әлі де күмән болатын болса, онда процент насыщения трансферина қараймыз. Трансфериннің 25%-дан төмендеуі нақты темір проблемасының бар екенін көрсетеді. Темір тапшылықты анемияны қалай қалыпқа келтіреміз? Бұл енді көпшілігіңіздің көкейіңізде жүрген сұрақ. Біз сразу железо препараттарын ішіп бастамаймыз. Ни в коем случае олай істеуге болмайды. Ең алдымен сіздегі темір тапшылықты анемия ненің әсерінен пайда болып жатыр, соны анықтауымыз керек. Темір препараттарын қолдану докторларда екі түрде жүреді. Бірінші вариант ол инъекционды вариант, яғни ол либо внутримышечно, либо внутривенно, немесе таблетка күйінде жүреді. Енді классикалық медицинада инъекционды түрді өте сирек
пайдаланады. Көбінесе ауыр түрінде, мысалы темір тапшылықты анемияның ауыр түрлерінде ғана қолданады. Ал превентивті докторлар бұл түрін жиі қолданады. Не үшін? Темір тапшылықты анемия көбінесе темірдің дұрыс сіңбеуінен болады. Таблеткамен өте ұзақ көтеріледі. 3 айдан бастап одан да ұзаққа созылуы мүмкін. Ол 100% сізде темір көтеріліп кетеді деген сөз емес. Мен темірдің инъекционды формасын көбінесе қолданамын. Егер сізде ферритин 15-тен төмен болған кезде ғана тағайындаймын. Внутрімышечный, яғни жамбасқа тағайындамаймын мүлде. Өйткені кері әсерлері өте көп, және де қаншама жылға сіздің жамбасыңызда көгерулермен көрініс табуы мүмкін. Мен тек қана тамыр ішілік, яғни внутривенный формасын ғана беремін. Егер инъекционды темірге көрсеткіш болмайтын болса, енді ферритин мөлшері соншама қатты төмен болмайтын болса, асқазан ішек жолдарының жұмысы жақсы болатын болса, онда таблетка түрінде беруге болады. Өте ұзақ уақытқа, бірақ бұл лечение созылуы мүмкін. Көбінесе мен жидкий түрлерін полифенол түрінде беруге тырысамын. Темір препараттарын таблетка күйінде тағайындағанда олардың түрлері болады. 3 валенттік темір немесе 2 валенттік темір. Гемоглобиннің құрамына 2 валентті темір кіреді. Егер біз 3 валентті формасын беретін болсақ, науқасқа, ол 2 валентті формаға өтуі керек. Сосын ғана ол организмге жақсы сіңеді. Оның сіңуі асқазанның қышқылды ортасында жүреді. Сондықтан, егер асқазанда тұз қышқылы жетіспейтін болса, онда өкінішке орай темір препараттар дұрыс сіңбейді. Сондықтан 2 валентті темір эффективті, бірақ ол қиын сіңіріледі. Ал енді онша емес қиын сіңірілетін препараттардың тізіміне тоқталайық. Ол көбінесе сульфат және хлорид темір болып табылады. Оларға сіздерге көп емхана дәрігерлері тағайындайтын сорбифер немесе тартиферон препараттары. Оптимальды вариант ол железо фумарат, железо глюконат және железо бисглицинат, яғни хелат түрінде болады. Бұларға ферретап немесе тотема деген түрлер жатады. Енді 3 валентті формаларына тоқталайық. Оларға ферлатум, ферумлек, мальтофер және липосомальды түрі, ол сидерал және сидерал форте болып табылады. 3 валентті форманың ерекшелігі, оның токсичності төмен болып келеді, ол организмге тез сіңеді және диспепсиялық бұзылыстары аз болады, передозировкаға риск аз болады және тісті қара түске боямайды. Ішек жолдарының қабыну ауруларында жалпы 3 валентті темірді витамин С мен витамин С-ның именно липосомальды формасымен қолданған дұрыс. Бүгін мен сіздерге темір тапшылықты анемияны айттым, бірақ анемияның басқа да Б тобындағы дәрумендердің жетіспеушілігінен, медтің жетіспеушілігінен және созылмалы аурулардың әсерінен пайда болатын түрлері бар. Алла қаласа, егер сіздер қалайтын болсаңыздар, міндетті түрде комментарияға қалдырыңыздар, онда мен анемияның басқа түрлерін келесі сабақтарда айтатын боламын. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі жақсы күндерде жолыққанша міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, өздеріңізге пайдалы мәліметтерді алып, өздеріңіздің пікірлеріңізбен белсенді бөлісуге шақырамын. Барлықтарыңызға сәттілік.